сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін ашық сабағымызды ашық деп жариялаймын. Бүгін енді біз әрқайсымыз топқа бөліну үшін мына жерде бізде жебе әдісі бар. Сол жерден келіп өздерінің оқтарыңды алып, орындарыңды белгілеуді сұраймын. Кәнекей, оқушылар келіп аламыз. Жебеден келіп ал балалар, топқа бөлініп алды, иә? Бүгін бәріңізге сәттілік тілеймін, ал сабағымызды бастаймыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын бізде үй тапсырмасын сұрау деген бар, иә? Үй тапсырмасын сұраймын, оны біз миллион әдісі бойынша миллион кімге бұйырады деген сендерге біздің өткен тақырыптар бойынша сұрақтар қойылады. Осы сұрақтарға жауап береміз. Бұл жерде қалай бағаланады, балалар? Сендерде алдарында мынандай бағалаудың орнына мен сендерге мынандай ақшалар істеп қойдым, теңгелер. Енді қараңдар, кім егерде 5 балл алса, 5 мыңдықты, 2 балл алса, 2 мыңдықты, кім 10 балл алса, 1 мыңдықты алып, әркім өздеріне жинай бересіңдер, мақма. Одан кейін мынаны жинаған ақшаларын өздерін жинағаннан кейін, соңында сендер менен мынандай капкейк сатып аласыңдар. Келістік па? Ал енді сол үшін қазір енді ойынымызды бастаймыз. Мына жаққа көңіл бөлеміз, сен кішкене ыңғайланып алып болсаң болады. Ал бірінші ал біздің капкейкті кімге бұйырады екен? Бастаймыз. Ал бірінші бізде всегда төменгі жақтан басталады, иә? Балдар төменге. Ал компьютерде жұмыс жасап отыр, көз шаршауын басу үшін не істеу қажет? Көз жаттығуын жасау керек. Молодец. Сен уже 10 теңгелікті алып аласың. Дальше. Монитор мен көз арасындағы аралық неше сантиметр болу керек? 67 сантиметр. Дұрыс, молодец. Келесі. Кибербуллинг дегеніміз не? Желіде зәбір көрсету. Молодец. Келесі. Ақшаларды өздеріне балдарында алып отырдар. Excel қандай бағдарлама? Excel. Кестелік процесс. Келесі. Excel формуланың алдында қандай белгі болу керек? Варианттар түріне. Молодец. Келесі. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. Молодец. Байт. Негізі бит дұрыс сенікі. Келесі. Мен шатасып кеткеніміз ғой. Ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Жады. Дұрыс. Молодец. Келесі. For I in run шақшаң ішінде 2 print сәлем дегеннен. 2 сәлем дейсің. Дұрыс. Молодец. Келесі. Информатика деген сөзді қанша рет түсіндің мына жерде? Информатика. Дұрыс. Молодец. Келесі. Басып қойдыңыз келесі. For I in run 2 print I жақшылар экранға не шығады? Б, 0, 1. Дұрыс. Молодец. Келесі. Ранж функциясының қызметін айт. Ранж функциясының қызметі қандай? Ранж. Дұрыс емес. Қол көтеріп айтамыз. Дұрыс. Молодец. Келесі. In функциясының қызметі. Молодец. Келесі. Молодец, Жаслан. Input-тың қызметі. Input. Нақты сан. Дұрыстап айтамыз. Нақты. Шығару. Енгізу. Сен бірінші айтып. Енгізу.
Dürüst. Kelesi en so'nggi kichkina o'ylanadigan surak. Javobi. Qani, basash. Jo'q bo'ladi. Neni o'rdan neni qo'yamiz? Bu yerda ranch deganimiz ne? Araliq. Aha. Ana to'xtavish. Все. Балалар kitobxonasi aylanib ketishdi. Молодец. Jengimpas bo'lishing baliqlarga bog'larni va o'tib oldilar, ya. Al endi bolalar, har qaray. Endi bizga uy topshirmasini yaxshi dayondalib kelibsizlar, молодец. Endi biz bugun жаңа taqrib o'tamiz. Daftarimizda ochamiz, bugungi kunda yozamiz. 26/01/2024 yil. Bugungi жаңа o'tadigan taqribimiz while cikli. Endi while ciklina kichkina to'xtalib o'tdik, ya bolalar. While operatori deganimiz ne? Endi bizga bolalar, biz o'tgan taqribda for parametrlarining junisimen tanishgan edimiz, ya. For deganimiz ne ekan? For operatorimen tanishgan bo'lasiz. Endi siklning bizga ikkinchi turi bor. Ol shart sikli while'ning junisimen tanishamiz bugun. Endi shart sikli while'ning junisi bizga mana yerda birinchi sxemada ko'rsatilibdir. Endi shart sikli bizga while deganimiz bizga azirga degan ma'noni beradi. Rezervlik so'zmen sikl sharti shart logikalik tiplarning o'rnaklaridan turadi. Bizga nima? Birinchi operator o'rnak, ikkinchi operator ne o'rnak deb berilibdi. Sikl sharti logikalik o'rnak turida yoziladi. Logikalik o'rnakning natijasi bo'ldek tipdagi natija bo'ladi. Endi shart siklining logikalik o'rnagi turi degan bizga ne edi? Turi deganimiz bizga haqiqat, false, yolg'on ma'noni qabullaydi. Haqiqat bo'lsa haqiqat, yolg'on bo'lsa yolg'on deb qabullaydi. Siklning ichida operatorlarning o'rindaluvi bastalmas burun bizga sikl shartimen birinchi ma'ni tekshiriladi. Agarda shartimiz bizning haqiqat bo'lsa, ol кезде bizning shartimiz, hisobimiz o'rindalib natija olamiz. Al agarda yolg'on bo'lsa, natija shama chiqmayman. Bizga chiqmaydi degan. Endi boshqa operatorlarda немесе o'rnakda sikl ichiga o'rnalashtirish uchun bizga while men sikl sharti yozilgandan keyingi yo'llarda 4 o'rin bo'sh bizga qajat tashlab ketamiz. Bizga endi bolalar o'zi biz ona unda while'ga salim degan so'zni 5 ret chiqargan bo'larmiz, ya. Endi to'g'ri sol for siyaqti biz while sikli orqali salim o'zlarining atlarida bo'lmasa kes kelgan so'zni biz while sikli orqali biz uni ekranga chiqara olamiz. Endi qaranglar, misolning sharti bo'yicha 1 dan 100 ga deyingi sanlarning qo'shimcha shart sikl ko'magidan o'rindauga bo'ladi. Agarda bizga qaranglar, shart tekshirish sikli ay shamasini ma'ni 100 dan kichikmi degan so'rovni har yili qaytalab o'tiradi. Siklning algoritmlarining blok sxemasi bizga birinchi suratda ko'rsatilib turibdi. Endi senlarga men hozir misolda mana Pythonda ochib, misolda chiqarib, hisobdan qalay chiqqanini ko'rsataman, ya. Biz hisobda chiqarish uchun qay bag'darlamani ochamiz? Python bag'darlamasi. Uni qalay ochamiz? Python bag'darlamasini uz Python açamiz. Bizga televiziya ochiladi. So'zning tubesinde file, new file. To'g'ri men birga senlar жұмыс жасап o'tirdilar, ya. Qaniki qarang. Geleceğimiz bilmem birge yazıp ötsem de bolar bağlar sizlerle.
сәлем деген сөзді бесірек шығару үшін міне K-мыз тең 0-ге, while K үлкен 5-тен экранға не деген сөзді шығарамыз? Print деген не еді бізде? Сәлем деген сөзді шығарамыз, я? Нәтижені алу үшін не істейміз? Не істейміз? Runға барамыз, run модульсті басамыз, окей дейміз, сохранить етеміз. Бізде экраннан шықты ма сәлем деген сөз? Шықты. Сендерде шықты ма екен? Қане, жазғансыңдар ма? Шықты, я? Дұрыс, молодец. Жарайсыңдар, балалар. Ал келесі енді бізде топтық жұмыс, балалар. Топтық жұмысқа практикалық жұмыс беремін. Практикалық жұмысты біз осы Python'да жасаймыз. Қазір балалар, сендерге міне постер қорғау, мынандай сендерге топтық жұмыс беріледі. Мына жерде сендерге сұрақтар берілген, соның жауабын мына жерде бос орынға мына жаққа жазасыздар. Қазір алдарынан таратып беремін. Өздерің топтасып былай жасасаңдар болады. Мақұл? Сосын ол постерді тезірек қорғай қоямыз. Үшінші топ қайсы? Үшінші топ. Екінші топ. Бірінші топ. Мына жерге. Циклдың орындалу нәтижесі экранда нені шығарады? Мына жерге мына соның жауабын жазамыз. Оны тезірек мына жаққа біреуін жаза бересіңдер, келесісін қалғандарын жауап бере берсеңдер болады. Мақұл ма? Ал бізде while циклы бірінші тапсырманы болды. Сразу постерді тұрып, мына жерден қорғап тастаңдар, я? Содан екінші тапсырманы беремін, мақұл ма? Давайте, кім қорғайды? Мынаны оқып, мынаны мен айтып бересіңдер. Аха, екінші топта болды, Python болды. Айта беріңіз. Циклдың орындалу нәтижесінде экранға не шығады? 4916. Дальше. Цикл денесінің операторы қай уақытқа дейін орындалады? X бестен кіші болғанға тең орындалады. X тең 0-ге тең болса шарт қанша рет орындалады? Бір рет орындалады. While цикл операторы бірте-бір рет орындалмауы үшін шарт қандай болуы тиіс? X тең 5-тен үлкен болған кезінде. Дұрыс. Браво. Екінші топ. Жаслан. Циклдың орындалу нәтижесінде экранға не шығады? 19, 17, 11, 13, 11, 9, 7, 5. Цикл денесінің операторы қай уақытқа дейін орындалады? X-тің мәні 2-ге тең немесе одан кіші болғанға дейін орындалады. X тең 0-ге тең шарт қанша рет орындалады? Ондай шарт орындалмайды. While цикл операторы бірде-бір рет орындалмау үшін шарт қандай болуы тиіс? Шарт X тең немесе үлкен немесе тең 2 болу керек. Енді біз ноутбук әдісімен 3 топқа 3 есеп беремін. Міне, бұл біздің практикалық жұмысымыздың екіншісі тапсырмасы. Осыны мына жерде есептің берілуі бар. Сол есептің берілген алдарына біздерге парақ берген, соған жауабын жазып есепті шығарасыңдар. Сосын ана компьютерге салып нәтижесін алып бересіңдер. Мақұл ма? Мінекей, үшінші есеп, бірінші есеп, мына жерде екінші есеп. Бағана мына жересіне парақ беріп одан біреуін компьютерге жаза берсеңдер болады. Бір-біріміздің енді балалар есептеріміз болса, ауысып бір-біріміздің тексереміз. Сөйтеміз да өз-өзімізді былай бағамызды, теңгемізді береміз. Мақұл ма? Шықты ма? Ой, молодец. Былайдан енді ана жерде
өздерің қанша балға неғылыңдар, содан үшін теңгені алып алыңдар өздерің. Кәнсілері шықты ма? Аха, шықты ма? Ойым алыңыз. Шықты ма? Кәне. Аха, 7 рет шықты. Жарайсыңдар. Молодец. Келесі. Ал енді балалар, практикалық жұмысты орындап болса, енді сабақты бекіту ретінде word wall деген әдіс арқылы қазір сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға біз жауап береміз. Сендердің нелеріне ссылкасын жіберемін. Сол ссылка бойынша ашамыз да компьютерден жауаптарын белгілейміз. Мақұл ма? Ашылды ма сендерде? Қанеке, ашамыз ссылканы бағанағы. Ашық ма? Ал әрі қарай белгілейміз енді. Дұрыс жауаптар. Міне, мынаяқтан көрсетіліп тұрады сендерде жауаптарым. Болды ма? Бәріміз болдық қой, а? Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы керемет орындап шықтыңдар. Мына жерде міне шыққан балдарың бойынша өздерің теңгелеріңді, бағалауларыңды алып аласыңдар, я? Енді балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталып қалды. Енді кері байланыс, месіндерге кері байланысты мына жерде WhatsApp әдісі арқылы бергім келіп тұр. Енді мына жерге өздеріңнің бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді мына жерге өздерің жазып, мына жерге іліп қоямыз. Мақұл ма? Кәнеке, өзің дауыстап айтасың ба? Бүгінгі сабақта керемет әсер алдым. Білген әсерлерді үйрендім. Ой, молодец. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Мен алып Келесі. Балалар, енді өздерің ана жерге кері байланыстарды әкеп мына жаққа іле бересіңдер. Енді алдарында біз бағана бері тапсырманың бәрін орындадық, я? Ал енді сіздер бүгін қанша теңге жинағандарыңды қанеке санайып? Бүгінгі сабақта мен күшті әсер алдым. Сабақтан өзімнің білмеген wild circle үйрендім. Бүгінгі сабақта мен 10 теңге жинадым. 10 мың теңге деген бізде 10 балл, я? Жарайсың. Жасылар бізде 10 мың теңгеге бір копейки сатып алады, я? Жарайсың. Әкел ақшаны бере қойма. Санап алады екен ғой ақшаны. Келесі. Айта ғой. Бүгінгі сабақта мен жақсы әсер алдым. Өзімнің білмеген ақпараттарымды білдім. Жарайсыңдар. Балалар енді бекастерге бітпей қастарына бар. Бүгінгі сабаққа атсалысқандарына өте рахмет. Бүгін керемет барлықтарын дайындалып келіпсіңдер. Кәнеке, месіндер, мына ішіне ақшаларын сала бересіңдер, месіндерге бүйтіп қарата береді. Ал. Ал балалар, сендерге көп рахмет. Енді ана жердегі жаңа өздерінің кері байланыстарын алып келіп, мына жаққа толықтай сала берсеңдер болады. Одан кейін бізге үй тапсырмасы балалар кітаптарында 90-шы беттегі wild circle оқимыз. Соңындағы 4-5-ші тапсырманы орындап келеміз үйден. Жарайды ма?